Саламатсыз ба көрермен? Асқабақ дәнінің де дертке дауа екенін білесіз бе? Бүгінгі видеом осы тақырыпта болмақ. Келесі видеомда қызылшаның емдік қасиеті туралы айтамын. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Асқабақтың ішіндегі дәнегі адам ағзасына қажет витаминдердің, минералдар мен амин қышқылдарының құймасы екенін көп адам біле бермейді. Оның құрамында В тобының А, С, Д, Е және К витаминдері, сондай-ақ кальций, селен, калий, темір, фосфор және магний бар. Ол мырыш пен асқабақ қышқылына да бай. Денсаулыққа пайдасы көп асқабақ тұқымын қандай ауруларда жеу керек екенін айтамын. Ұйқысыздық кезінде асқабақ тұқымдарын ұйқының бұзылуынан, соның ішінде ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдарға жеу ұсынылады. Олардың құрамында бақыт гормоны, серотониннің қалыптасуына қатысатын триптофан деп аталатын құнды амин қышқыл бар. Соның арқасында стресс деңгейі төмендеп, ұйқы жақсарады. Бүйрек ауруларында асқабақ тұқымы бүйректі тазартуға, цистит пен холециститті емдеуге, сондай-ақ уролитияның дамуына жол бермейтін күшті табиғи зәр қуалайтын құрал. Сонымен қатар, асқабақ тұқымын зәр шығару жүйесі аурулары мазалағанда қолдануға болады. Осындай аурулары бар науқастарға асқабақ пен зығыр тұқымдарынан қайнатпа дайындап, оны күні бойы ішуге кеңес беріледі. Сүйектің әлсіздігі. Асқабақ дәнектерінің құрамында мырыш көп, ал ол сүйек тінінің нығаюына ықпал етеді және остеопороздың дамуына жол бермейді. Мырыш буындарға да пайдалы. Демек, артрит сияқты аурулардың да алдын алуға көмектеседі. Ішектегі паразиттер асқабақ дәнегі ішек құрттарымен күресудің ең танымал әрі тиімді тәсілдерінің бірі деп жазады Ауырмаңыз газеті. Әрбір дәнекті қаптап тұратын жасыл түсті жұқа қабықша кукурбитин деп аталатын амин қышқыл. Бұл зат ішек паразиттерін жансыздандырады және олардың тез жойылуына ықпал етеді. Ішек құрттарын түсіретін дәрі дайындау үшін бір уыс асқабақ тұқымын ұсақтаңыз, міндетті түрде жұқа қабықшасы болуын қадағалаңыз. Үстіне аздап су мен бал қосыңыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға бір шай қасықтан қабылдау қажет. Одан кейін іш жүргізетін дәрі ретінде майсана майын қолдануға болады. Бұл тәсіл ересектер мен 2 жастан асқан балаларға арналады. Қартаю процесі ешқандай дерт емес, ауру емес, бірақ сонда да бұл процесті баяулатқымыз келіп тұрады. Асқабақ тұқымында кездесетін кальций, калий, темір, натрий, мырыш, фосфор, мыс және марганец қалқанша безінің жұмысын реттейді. Жасушалардың қалпына келуіне тездетеді және көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Омега-3 және омега-6 май қышқылдары терінің, шаштың және тырнақтың саулығын сақтайды. Ауырған емес, шикі асқабақ тұқымдары пайдалы. Күніне бірнеше бөлікке бөліп, 100 грамм асқабақ тұқымын жеуге болады. Ал сіз асқабақ дәнегін қандай жағдайда қолданасыз? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Бүгінгі видеом осындай. Қызылшаның емдік қасиеті туралы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.